Сәлем достар, сіздермен геймер Исатай ойында. Бүгін біз зажимай налетай дейтін картамен ойнайтын боламыз. И бұл картамен де бірден отрядқа қарсы ойнап автоматчты алып тастап хайлайт көрсететін боламыз достар. Бұл карта жайлы сіздер ойнап көрген болсаңыздар, маған комментарияға қалдырып кетіңіздер достар. Мен былайынша бірінші рет ойнайын деп отырмын достар. Қандай екенін де білмеймін, көреміз достар. Прикинь, кішкентай ғана зона карта екен. Пикке түсіп, ойынды көрсету керек сияқты. Достар, мен ойына картада достар не бар екен, не істеп қалай атысу керек екен былайынша бірінші рет ойнап жатырмын мына картамен достар. Көреміз енді. Пиктің үстіне мініп алып түсіп алып. Прикинь достар, мына жақта пулемет жатыр ғой, осымен ойнайтын сияқтымыз. Пулеметтен басқа қару болмайтын сияқты оружие. Өйткені ойынның өзі айтып тұр ғой, зажимай, налетай дейма. Достар, бүгін менің жолым болған сияқты қарасаңдар, барлығын қырып атқан соң, басынан беріп тастаған соң ананың. Ема достар, ананың да басынан, мынаның да басынан беріп тастап достар, барлығын қырып атқан соң шетінен. Достар, на картаны ойнап көріңіздер достар. Прикинь, аналар ұшып жүр ғой достар. Андай аяқ киім бар ғой, сондай алып ұшып жүр ғой. Еще басынан беріп тастаған соң оны жатқызып мынау жүр вообще. Бұны басынан кетпей алып достар. Алпа достар, прикинь, адамдар ұшып жүр ғой. Қызық достар, осы картаны ойнап көріңіздер сіздерде. Қызық екен, ұшады еще пулеметпен. Дың наны атып тастап қырып тастау керек сияқты барлығын. Пулеметпен жүру дейтін саған достар өте қиын, ауыр екен достар. Прикинь, бұл айтпақшы пулеметпен окошко терезелерден бар емес, секіріп өте алмайсың достар. Тек қана есіктерден ғана жүресің, ауыр еще барлығын бүйтіп қиын достар. Пулеметпен жүгіру бар емес пе? Аптечкіленіп алып, бірден соғысқа дайындалып қырып тастау керек сияқты. Прикинь, зона басталып кеткен дейсің ғой. Тем более зонада тез жүретін сияқты. Оқтейін, аяқ киім ғой достар. Осыдан аяқ киімді алып алсаңыздар, сіздер де ұшатын боласыздар. Бұл тема аспанға ұшып жүрсіздер. Ана жақтан атыс болып жатыр, менсіз. Прикинь, ема біреу аспанда ұшып жүр ғой. Бұны да қырып атып тастау керек сияқты. Ема қашып бара жатыр. Достар, ё-моё, достар, зонада қалып қойдық, бізде ұшпасақ болмайды. Ұшып, тез алдыға жылжып, зонаға кіріп кетпесек, мына зона жанды дейтін шамалы жетін сияқты ғой. Алдымызда біреу ұшып жүр ғой, соны атып көрейік те бағымыз сынып. Ема тегізген соң ғой, бірінші оқты. Ё-моё. Достар, айтпақшы, алдыға жылжытып, жүрмесеңіздер, бір орында ұшып тұра бересіздер. Үстіге астыға дейтін стрелканы, кнопканы бассаңыздар, үстіге басатын бассаңыздар, жоғарыға, астыға басатын астыға, төменге ұшырасыздар достар. Достар, мен аяқ киімнің уақыты бітіп қалды. Прикинь, жерге былш еткізіп құлаған соң ғой. Прикинь, тем более яқты зона тез жүріп, автоматын тастап жүгірмесең, зонада қалып қойып өліп қалуы мүмкінсің достар. Мына жақта адамдарды көрдіңіздер ме, автоматтарын тастап жүгіріп қашып жүр ғой. Кейбіреулер тастамағандар өліп қалып жатыр ма бір нәрсе ғой достар. Достар, мына карта қызық екен. Сіздер де ойнап көріңіздер, сіздер де өздеріңіздің қалай ойнайтындарыңызды көрсетіп, өздеріңіз адамдардың басынан беріп хайлайт көрсетіп жүріңіздер достар. Мына карта тема екен. Енді бізге автомат тауып алу керек достар, айтпақшы. Автомат тауып алып, қалған үш адамды басынан беріп қырып тастап тобға дейін алу керек. Прикинь, достар, мені атып жатыр ғой артынан. Ё-моё, еще оружиесі бар ғой, прикинь. Тезірек аптечкіленіп автомат тауып алып, қырып тастау керек сияқты достар. Прикинь, алдымызда жатыр ғой автомат, іздесең шығады дегенде ғой. Тезірек алып алып, басынан беріп қырып тастау керек сияқты достар. Осы үйлердің қасында жүрген бағаны. Прикинь, әне жүр ғой, атып тастап, прикинь, біреуін қылып тастап. Айтпақшы достар, мен отрядқа қарсы ойнап жүрмін ғой. Сосын ол бірден өлмей жатқан адамдардың басынан беріп қырып тастау керек ғой барлығын. Даң еткізіп достар. Тағы біреу жүр ғой, прикинь, қасында. Бұны да басынан беріп достар, тобға дейін алып хайлайт көрсетулеріңізді сұраймын достар. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.